Саламатсыңдар ма балалар? Ертегі тыңдауға келдіңдер ме балалар маған? Онда әженің ертегісін тыңдайық. Мен сендерге бүгін жыл басына таласқан хайуанаттар жайлы айтқым келіп отыр. Ертеде хайуанаттардың бәрі жыл басына таласа бастайды балалар. Бір күні жылқы шығады. Менің адамдарға пайдам өте көп. Менің етімді жейді, менің қымызымды ішеді. Ең соңында менің құйрығымнан арқан жіп жасайды. Жыл басына мен лайықпын дейді. Бір уақытта түйе шығады. Ой, сен тек қана адамға пайдаң тигізсең, мен сен көтере алмаған ауыр жүктерді көтерем. Жолда не кездессе, соны жей салам. Су болса ішемін, болмаса суға да төзімдімін дейді. Жыл басына мен лайықпын дейді. Бір уақытта сиыр айтады. Сендер лайық емесіңдер, жыл басына мен лайықпын. Онда ойланып қалады. Сөйтеді де айтады, менің сүтімді ішеді, мені жегіп жер жұтады, менің етімді жейді, мен лайықпын жыл басына дейді. Бір уақытта қой айтады. Ой, сендердің пайдаларың өте аз. Менің жүнім болмаса, киіз үйдегі адамдар киіз басамас еді. Менің жүнім болмаса, киім киямас едіңдер. Адамға пайдам өте көп. Менің тағы етімді жейді дейді. Сөйтіп жыл басына мен лайықпын дейді. Одан бір уақытта тауық шығады. Сендердің түк те пайдаларың жоқ. Мен болмасам, адамдардың бәрі ұйықтап қалатын еді дейді. Жыл басына мен лайықпын дейді. Мен ертеңгісін адамдар ұйықтап қалмас үшін ерте мен оятам. Кешкісін ұйықтар алдында тағы белгі берем. Жыл басына мен лайықпын дейді. Бір уақытта ит айтады. Сендердің түк те пайдаларың жоқ. Мен болмасам, сендер барлықтарыңды қасқыр жеп қоятын еді. Менің пайдам өте көп дейді. Мен үй егесіне қасқырдың тигенін және бәрін белгі беріп отырам дейді. Менің пайдам өте көп, жыл басына мен лайықпын дейді. Қожайынды мен ескертіп отырам дейді. Бір уақытта тышқан тұрады да ойланып қалады. Мен не айтам бұларға? Мен кішкентаймын. Менің ешқандай көмегім жоқ сияқты дейді. Сөйтеді да өзінің қулығын асырады. Кім ең бірінші күнді көрсе, сол жыл басына лайық дейді. Сөйтіп хайуанаттардың бәрі ұйқыға кетеді. Тышқан болса айласына асырып, түйенің құйрығына мініп, одан жотасына мініп, өркешіне мініп дайындалып тұрады. Таң атады балалар. Таң атқаннан кейін жануарлардың бәрі өздері ұйқыларын ашамай атқанда, түйенің өркешіне шыққан тышқан күнді ең бірінші көріп, күнді көрдім, алақай, күнді мен бірінші көрдім деп шапалағын ұра бастайды. Сөйтіп жануарлардың бәрі таң қалып қалады балалар. Бұл өте айласына асырып, менен бұрын, бізден бұрын күнді көріп, содан жыл басына еге болған кім екен балалар? Тышқан. Тышқан қалай пайда болды балалар? Жыл басына қалай еге болды? Не істеді ол? Айласына асырды, Қандай айласына асырды? Түнде бәрі ұйықтап атқанда жотасына мініп, күнді ең бірінші көрген кім екен? Тышқан екен, дұрыс айтасыңдар. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Әжен ертегі ұнады ма? Көрдіңдер ма? Хайуанаттар барлығы ең кішкентай болса да кім жыл басына лайық болды? Тышқан, дұрыс айтасыңдар. Көп рахмет әженің ертегісін тыңдауларға келгендеріңе. Сендерге алғысым шексіз. Рахмет балалар, сау болыңыздар.